Ассаламу алейкум, қазақтар. Бірінші бөлім. 7 мамырда қазақ әскерлерінің шеруі парад көрсетілді. Мен өте қуаныштымын. Қазақ әскерінің қуатын көрсету керек бізде. Біреулер біз туралы айтады ғой, қазақтар ештеңе біз істей алмаймыз деп айтып отырады. Біздің қазақ армиясында, мысалы, қазақ армиясында әскери ұшқыштар көптеген қара көз. Әскери ұшқыштар құрылып әскерлердің элитасы болып табылады. Олар ұшқыш болуда үйрену үшін көп уақыт кетеді. Мысалы, мен Ауғанстанда қызмет атқардым. Қызмет еткен кезімде бізде мына аэродромда апарды ғой, біз қару-жарақ пен снарядтарды түсірдік ұшақтардан. Сол 18 жас, біз кішкентай, бізді әрқашан мына тікұшақпен вертолетпен жүруде бір армандадық біз. Ал біз артиллерист болдық Ауғанстанда, соғыста. Біз жерде жүріп өттік біз. Сондықтан бізді мынандай ұшқыштардан бізді тікұшақпен жүруге апаруды сұрадық біз. Давай айналып көрсеш, айналып көрейік деп вертолетпен. Олар мен сенбей, жоқ, болмайды, кетіңдер деп айтқан. Біз оларға қалай аспанға ұшады деп, біз оларға ұшқыштарда ғарышкерлер сияқты деп, космонавт сияқты деп қарадық біз. Лай болдық. Қазір көрсем, біздің қара көз вертолет, самолет жүргізеді. Менде қалай, не айтайын? Менде бір мақтанышым, сезім бар. Сол айтқым келеді. Қазір халық біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев Мәскеудегі шеруге парадқа баруы керек пе деген сұраққа әлі де уәде беріп жатыр. Менде былай жауап бергім келеді. Бұған біздің ұлы қазақ ханымыз Шыңғысхан, егер ол әлі де күші жетпеген сезінсе, онда Шыңғысхан қарсыластарына ешқашан тікелей соққа бермеді. Бірақ эмоциясыз, күндікпен, мұқият және ақылымен әрекет жасады. Етті. Сондықтан біздің ұлы Шыңғысхан мына әлемнің жынысын жаулап алды, басып алды жартысы. Қазақтардың жаулары бізге қазақтарға қарсы ашық соғыс бастағанша, біздің барлықтарға біз достарымыз деп айтуға тиіспіз. Біз былай істеуіміз керек. Қазақ жеріне жаудың бірінші снаряды, жаудың бірінші зымыраны түскенше, біз бәрімізге дос екенімізді айтуымыз керек. Осынай. Қазір қазақтар әлі де азбыз. 14-тен 15 миллионға дейін ғана біз. Бірақ ішінде осы қазақтардың арасында, ішінде өзіңіз көріп біліп отырсыз ғой, манқұрттар мен сатқындар бар екен белгілі. Қазір өкінішке орай біз қазақша сөйлейтін қазақтарды жоғалтып жатырмыз. Өйткені олар басқа біреудің насихатына ұшырайды. Біз оларды бізге қайтаруымыз керек, өзіміздің қара көзді. Өзімізге ақпарат кеңістігі, қазақ ақпарат кеңістігін құруымыз керек. Қазақтардың жаулары, қазақтардың саны боя болса да, көбейіп бара жатқанын байқайды, біледі. Қазақ тілі дамып, қазақ тілінде сөйлеушілер саны артып келеді. Сондықтан жауларға қазақтарды үлкен қанды соғысқа апарып тастаған тиімді. Қазақтарды жойып, қазақ жерімізді алып кетуге армандайды. Қалған қазақтарды бағынышты манқұрттарға айналдыруға тырысады. Бірақ біз қазір
өзіміз ақылды саясат жүргізуіміз керек. Бірінші бөлімнің соңы екінші бөлімін қараңыз.